жұмысымызда бізде бүгін ойын арқылы өтейік. Жүк теміржол вокзалында пойызға мінгелі тұрмыз. Пойызға билет аламыз. Ал билет алдыңыздар, вокзалда қалай, кімде қандай билет, сол вагонға барып отырамыз. Вагондарыңыздың түсі жасыл топ, жасыл вагонға келеді, қызыл топ, қызыл вагон мына жақта, сары вагон мына жақта, және топ вагон мына жақта. Жол серігіңді тап. Пойызға мінгеннен кейін қастарыңызда серіктеріңіз табастырып, кім қандай орында жайғасқандығын. Ол үшін бізде мынадай тапсырма берілген. Біреуінде, мысалы үшін сұрайды, дискриминанттың формуласы. Екінші билетте формула жазылған. Тез жүктарыңызды тауып қастарыңызға отыра қаласыздар. Әркім жүкмен бірге отыра қалады, жарай ма? Бір қағазда жазып отыр, қарасаңыздар, ответі екіншісінде тұр. Сызықтық теңдеу. Сызықтық теңдеу. Қайсы сызық теңдеуге келе ма? Сызық теңдеуге келе ма? Келеді. Қастарын табамыз жүктарымызды. Жүктарымызды табамыз. Теңсіздіктің қатаң белгісі қандай? Жол серіктеріңізді табасыздар. Тез орындарын табыңыздар. Жол серіктеріңді табасыздар. Қайын енді жол серіктерін қастарымен ұстай қалыңдар. Сызықтық теңдеу, ол бізге 3х қосылған 2 тең 15. Ал теңсіз қатаң белгісі. А0-ден үлкен болғанда графигі. Дұрыс. Келді ма? Жол серіктерімізді таптық па? Таптық. Керек болады. Жол серіктерімізді тапсақ, кездейсоқ баға деген тақырып болады. Мына жерде мен сізге шарды ұстатамын. Алдарыңызға шардан біреу-біреуден ұстаңыздар. Ұстай қой. Мен артқа қараған кезде бір-бірімізге шарды береміз. Бастаймыз. 1, 2. Бастаймыз. Стоп. Тұра қой. Кімнің қолында қалды? Стоп. Тұра қой. Тұра қой. Кел. Кел. Жоқ шарларыңыз жерінде қалдырыңдар. Қалдырыңдар аламыз. Енді жауап береміз. Батырмайды, жауап береміз. Орнына тұра қой. Дұрыс, орнына тұра қой, орнына тұра қой. Енді оқы, дауыстап оқы. Рационал сан деп қандай сандарды айтамыз? Рационал сан деп қандай сандарды айтамыз? Натурал. Жоқ. Бөлшек сандарды айтамыз. Бөлшек сандарды айтамыз. Мен ентірдей сандар. Жоқ, өздерінде қалды шар. Атыңыз? Сіз бірінші топ, бірінші топ. Мына жерде бағалау, балалармен бағалауды түсіндіріп өтейін. Бағалауға сіздерге мынандай монета салынады, тиын салынады. Осы тиынды қай топ көбірек жинайды, соңында менде сыйлықтар тұр, сол сыйлықты сатып аласыздар. Енді неден, саяхаттан бір естелік болу керек қой. Сол естелікті осы арқылы сатып аласыздар. Шынар жауап бердің, е? Шынар. Шынар, өзің орның кірмеді сол жерде. Келесі, Ислам, дауыстап оқы. Қай кезде интервалда немесе минус болады? Қай кезде плюс, қай кезде минус болады? Дәрежесі жұп болады. Дәрежесі жұп болған кезде, дұрыс. Молодец, Ислам. Жемісіңді тарелкаға жинай қой, алдан тұрған тарелкаға. Ислам, орнында қойдым. Келесі. Тағы. Сұрағым ғой. Теңсіздік қай кезде қарама-қарсы бар қоз береді? Дұрыс, кері санын алғанда немесе минус санға көбейткенде бөлгенде. Молодец, Ақтілек. Дұрыс. Ақтілектің орны. Мұнда екен, е? Келесі. Теңсіздік қатаң болғанда қандай шарты бар? Теңсіздік қатаң болғанда Жақсы ашықтық болады.
Қатаң болғаны ма? Қатаң болғанда жақшасы қандай болады? Жай болады. Жай жақша болады, сосын Жауаптары ішіне кіреді. жауаптар кірмейді. Жарайды. Мына онда екеуден сұрақтары қанағаттандырарлық. Мына кісіге шарды өзімізге қалдырамыз. Өзімізге бір тиыннан қалдырамыз, иә? Келесі. Тағы да шарды. Стоп. Стоп. Тұра ғой. Тұра ғой. Келе ғой. Так, орныңызға алып, тез. Так, авто бастаймыз. Дауыстап оқи қойшы. Авто дауыстап оқи қой. Бөлшек рационал теңсіздікті шешудің қандай тиімді тәсілі бар? Қандай тиімді тәсілі? Дискриминант. Жоқ, ең тиімді бөлшек рационал теңсіздікті шешудің қандай тиімді тәсілі бар? Интервал. Интервал әдісі, сезім молодец, интервал әдісі. Жем сөздерге қалдыра қой. Шынардың ортасында болсын. Сезімге. Тағы отыра қой. Жай жақша мен жүк жақшаның айырмашылығы не екен? Сан аралығына, иә, мысалы? Жоқ, мысалы. Жауап жазған кезде. Ал. Апай мен тоғызбен. Жоқ, өздері тоқтырсын. Кім айтады? Топтан айтуға болады. Жай жақша болған кезде сандар ішіне кірмейді. Ага. Тік жақша болған кезде сандар Жауап ішіне кіреді. Молодец, Ақнұр, молодец. Отыра қой, Мадин. Ақнұр. Келесі кім? Теңдеулерді шешу барысында бөлшектің бөлімі туралы қандай шарт қойылған? Иә, бөлшектің бөліміне қандай шарт қойылған? Нөлге тең болмауы. Молодец, нөлге тең болмау керек, Нұрмұхаммед. Өте дұрыс, отыра қой. Нұрмұхаммед, отыра қой. Келесі. Тік жақша болады. Және жауаптарында жақшаның ішіндегі сандар жауабына кіреді. Алина, молодец. Алина, отыра қой. Енді көршілеріңізбен отырып алыңыздар, шайларыңыз ішіп жемістеріңіз алдарыңызда. Онда келесі шақпалы текст. Келесі адасқан әріптерден сөз құраймыз. Мына жерде сіздерге әріптерді шашып жіберемін. Осы жерден тез сөз құрап жібереміз. Болған кезде көтеріп көрсетеміз. Молодец, Артур бірінші. Қандайша шықты? Жазық деген сөз шығамыз, е? Сол бізде сары топ. Сары топ бірінші болды. Бірінші болғанда қалғандарына. Енді сөзді келесі бетке аудара қалсаңдар есеп шығарады. Шықты ма? Есеп шықты ма? Тез орындап береміз, шарты мынадай. Есепті орындаймыз. Берілген мұнда жазармыз. Кімнің қола деймін? Міне жазып, мектеп, бақыт, бала деген сөздер шықты ма? Берілген жазғаннан кейін мен сіздерде жауаптарында шыққан интервалдағы сандардың тек бүтін жауаптарын мына паровозға жинауларыңызды өтінемін. Пойыз құрамын жинап, қате жинақтап жүрмеңіздер. Кетпейтін бағынан кетіп қалып жүрмесін басқа жаққа. Шықты ма есептеріңіз? Кім бірінші шығарады, қол көтереміз, бірінші тоққа мен баға беремін. Есепті шығарамыз. Интервалында қандай жауап шығады? Қандай интервалда қандай сандар бар? Метр кірмейді. Демек, сіздерде құрамында қандай болады? 3 ғана болады. Өте дұрыс. Төртінші топ бірінші аяқтады. Қане, сезілді.
топ 1,5 пен 9-дың аралығы екен. Жауаптарыңыз бір крема. Бір аралыққа крема. Кірмейді. 1,5-тен ары қарай 1,5 қалып қойдық. Сонда 2-ден 8-ге қате бар екен. Тез түзеп береміз. Бір вагонда артық қосып жіберіңіздер, ол басқа қалаға. Аралығындағы бізде өрнекті қанағаттандыратын жауаптар 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 екен. Дұрыс. Түсінікті болды ма? Вагонда істесеңіздер аралықтағы жауап. Пойыз құрамын дұрыс жинақтадық па? Жоқ. 8 алып соғыр. Не үшін алып тастадық? Екеуін бірден Өйткені 8 жақша. Ол жауаптың ішінде кіреді. Дұрыс па? Жақсы пойыз құрамын жинақтадыңыздар. Сіздерде? жақсы ешқайсысын алып соғырмыз. Жақсы емес бізді. Тесті жетіге бөлген кезде 0,7 демек бірден бастап сіздер енді вагон тез қарап бересіздер ғой. Бірақ жауабы 1-ден 7-ге дейінгі аралық 8 жауапқа кірмейді. Өте дұрыс. Молодцы. Сіздердің жауаптарыңызды көрдік. Енді бүгінгі сабағымыз түсініктірек болса, қызығырақ болса, мен сіздерді бағалау жағынан бір қарап жетеді. Бізде монетасы көп жинаған қызға мен саяхатымыздан естелік болсын. Кім ақшаны көп жинайды, соған 5 деген баға қойылады, демек 10 балл жүйе. Келесі монетасы көп. Мына тобымыз бізде аздап пассивный болып қалыңыздар. Абду мен саған салмақсың ғой. Екеуің салмақсың ғой. Жақсы. Мына топтан екінші Ақнұр табыш. Ақнұрға бір естелік монетаны көп жинаған үшін. Келесі, мына топ алды ғой, мына топта 3-ді жинаған бізде кім жинады? Сал? Құлағат қой. Мына жақта 3-ді жинаған кім? Ақлексең ба? Енді басқаларыңызды бөліп жармайын. Мынау осы топқа арналған бір коробка тәтті қазір барып шай ішесіздер, жарай ма? Сіздерге, қалғандарымыз ренжі болмайтындар, жарай ма? Енді сабағымыз түсінікті болса, балалар, менде мынадай өздеріңіз тұрған аттарыңыз бар ғой. Өздеріңізді қалай бағалайсыздар, бүгінгі сабақ сіздерге қалай болды? Соны есімдеріңізді қыстырасыз. Бүгінгі білімнен артқан, бүгінгі сабақтан артқан білімдеріңіз. Өзімді орта бағалаймын дегендер 45% где-то нәжеде бір 2% бар екен. Енді тақырыпты толық түсіне алмадым, үйде қайталайтыным бар деген Абдурахим. Онан тұра ғой қандай тақырыпты түсінбей қалды? Апай, бермеген есепті. Шыншылдығың ішінде жақсы бағалайсың. Молодцы. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Үйге тапсырма 19-да 5-ші есеп. Осы топтың модераторы болып мен математика пәні мұғалімі Құланбаева Бақтыгүл Еспекқызы. Осы Жаннұрбен тобымыз бойынша жұмыс жасап, осылай осы сыныптың деңгейін көтерейік деген жұмыс жасап жатырмыз.
Бүгінгі сабақтарына қарағанда бүгінгі сабақ ерекше болды. Балдардың деңгейінің көтерілгенін бәрін байқап отырмыз. Сондай керемет жақсы сабақ болды. Балдар жақсы қатысты, сабаққа белсенді. Өте тиянақты. Оқушы да мұғалім де өте түсінікті болды. Бүгінгі сабақта оқушылардың деген белсенділігі барлығы өте жақсы болды. Балалардың деңгейі көтерілгені барлығы көрініп тұр. Ойын түрінде өтілді сабағымыз. Сол ойынға қызыға отырып, өз тапсырмаларын орындап, барлығы керемет деңгейде өтті деп айта аламын.